Анда мектебимиздин атын әйгілі етіп жүрген, мектептің мақтанышына айналып жүрген жас бүлдіршіндеріміз мінекей аулаларыңызда. Ал микрофонды ал. Спорттың қай түрі сенде? Пресс, дзюдо. Дзюдо, я? Дзюдоға кім сені алып келді? Папам. Папаң алып келді ма? Тағы кім бар үйде сол спорт жолын таңдаған, немесе осы кез келген ағаң болсын, папаң болсын, сенен басқа тағы кім бар? Папам мен мамам таңдады. Папаң мамаң таңдады ма? Өзің жақсы көресің ғой осыны, күресті. Ал енді бізге қазір қандай өнер көрсетесің? Әдіс тәсілдерін көрсетесің. Ал ендеше Ибрахимнің әдіс тәсілдеріне қанық болайық, кәнеге бәріміз бірге. Енді сіздерге матрас қойып қойды, ортаға шығыңыздар, сахнаға. Екінші сыныптың оқушысы, құрметті қонақтар. Айтып отыр өзіңіз. Біріншісі. Бұның аты Жамбас. Екінші әдіс. Оны не дейді? Ол түсіндіріп жатыр балалар, күресіп жатқан жоқ, түсіндіріп жатыр сіздерге. Әдістерін айтып жатыр. Жоғарыдан Жамбас. Тау бәрекелді, шығына не? Шарттама. Патишка, төртінші әдіс. Бәрекелді. Құдай қаласа Ибрахимді жоғарғы тұғырлардан еліміздің көк туын желбіреткен спортсмендердің қатарынан көрейік. Жақсылап қошеметтеп қойыңыздар.